Қазақстан және Пәкістан құрамалары арасында кездесу тамашалаймыз. Футболдан UEFA Development тамаша өнер көрсеткен футболшылардың қатарынан. Ал міне Қазақстан құрамасында мүмкіндік. Бұл жерде пенальти. Пенальти, құрметті көрермен, Ануар Төлендіге қарсы айбалағының ішінде Пәкістан құрамасының қақпасына белгіледі. Және Пәкістан құрамасының капитан. Сонымен Шипейцин соққа. Есеп 1-0, құрметті көрермен. Қазақстан құрамасы UEFA Development турниріндегі алғашқы голын Самар Разах. Доптың шу бағытын тапқандай көрінген, бірақ Шипейцин Лисо Хмарды қарсылас сырғыт жасап тоқтата білген. Тағда бір қауіпті сәт. Абдул Самат сол қаптал арқылы қазір біздің қорғаушылардан өтуге тырысып кетіп жатыр. Тырысуда. Сонымен әуелете берілген пас. Көңілдегідей қауіпті ештеңе әзірге көре алмадық. Тағда Абдул Самат. Команда капитаны екені көрініп тұр бұл жігіттің. Алыс бұрышта бақалуға тырысып жатыр. Әуелете асырылған пас. Қақпа маңына Абдул Самат. 7-ші нөмірлі футболшы қарсы тұрды. Түптің түбінде біздің қақпашымыз дегенмен Пәкістанның қателігі қорғаныстағы. Мұны біздің жігіттер енді тиімді пайдалануға тиіс. Бірақ өте өкінішті Абдул Саматтың алға берген пасы. Ой, қазір біздің қақпашымыз Егор. Бірақ дегенмен де Пәкістан құрамасы қанша аутсайдер болса да, мінеки тамаша пас. Қақпаға соққы. Гол! Ануар Төленді, құрметті көрермен. Есепті еселеді, мінеки. Қауіпсіз естіп қойған секілді бұл жерде. Ешқандай офсайд жайлы әңгіме жоқ. Соққы. Самар Разах, Пәкістан құрамасының қақпашысы, өте сылбыр қимылдаған. Ұстай алмады, қолының астынан доп өте бөлігі артта қалды. Қазақстан құрамасы шабылды. Есеп 2-0 және жақсы пас. Әмірхан Маратов соққы жасалды. Есеп 3-0. Есеп 3-0 және гол салынған соң бұл жерде Давид Заречный қарсыластың бір ойыншысымен Әмірхан Маратов соққы жасаған, оның соққысы бұғатталды. Қаққан қазықтай бұл жерде Заречныйдың алдына бос кеңістік бар. Шипейцин. Өте жақсы Әмірхан Маратов және ой-ой-ой-ой-ой! Қандай орымтал сәт. Ануар Төленді пайыз мүмкіндік еді ғой. Міне қараңыздар. Допқа аяғын дұрыс қоймағандықтан сәл ғана және мүмкіндік бермеу керек бұл жерде. Қараңыздар. Орта қарай ойысқан. Өйлете асылған пас. Маратов. Ештеңе. Бірдеңе ойлап табуға тырысқан және бұрыштама добы. Біздің құрама бұрыштама добын орындайды. Заречный. Ой, қандай тамаша сәт және тамаша гол. 4-0. Бірінші таймның нүктесі ойылған шығар осымен. Мінеке қараңыздар. Оң аяқпен бағытталған соққы. Данияр Каси, 3-ші нөмірлі қорғаушы. Артқа қарай.
Және бірінші тайм аяқталды. Қазақстан-Пәкістан UEFA Development турнирінің. Шабуыл жалғасып жатыр Қазақстан құрамасында. Қазір әуелете берілген пас. Сай алам екен. Алыстан бағытталған соққы жаман емес. Қамбар. Сол қаптал арқылы шабуыл. Әуелете берілген пас. Және доп қақпадан биік кетті. Ортаға пас. Және сол аяқпен жасалған соққы. Мердиор Мерахматов. Бәлкім қақпашыны да ауыстырып қалатын шығар бас. Алғы шетке қарай. Ереже бұзылды. Біздің футболшыға қарсы фол орындайды біздің жігіттер. Қалай болар екен? Әуелете асырылған пас. Тәуекелге барды. Осы үшін қазір опық жеп қалуы мүмкін. Біздің жігіттер айттым ғой. Қорғаныста тәуекелге барамыз деп бір гол жібермейтін гол еді негізі. Қақпаға гол жібермей. Топтың түбінде міне команда капитаны Абдул Самат капитан көзге түсті. Өте өкінішті әрине. Сонымен қатар 15:30-да Әзербайжан Қазақстан арасындағы кездесу. Демек Қазақстан құрамасының келесі матчы Әзербайжан құрамасына. Оң қанатқа 90-шы минут. Әуелете берілген пас. Соққы жасағысы келіп жүр. Және кездесу аяқталды. UEFA Development турнирінің алғашқы ойынында Қазақстан құрамасы Пәкістанды 4-0 есебімен